Сәлем достар, сіздермен бірге Teacher Dina. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтары желісінің 3-ші сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы артикльдер. Артикль дегеніміз не? Түсінікті сөзбен айтатын болсам, артикльдер зат есімдердің алдына қойылатын қызметші сөздер. Артикльдер сол затқа қосымша сипаттама, яғни ақпарат беріп тұрады. Артикльдер қазақ тілінде және орыс тілдерінде жоқ. Енді ағылшын тіліндегі артикльдерге толық тоқталып кетейін. Артикльдердің екі түрі бар. Олар белгілі артикль және белгісіз артикль. Бұл екеуінен бөлек артикль қойылмайтын кездердегі бос орынды ноль артикль деп атайды. Оны басқа бір сабақтарда айтатын боламын. Және N артикльдері белгісіз артикль деп аталады. Бұл артикльдер зат есімнің жекеше түрінде қолданылады. Ол көп заттардың арасындағы кез келген бір зат болған кезде айтылады, және ол зат жайлы алдын ала айтылмаған, әңгімелеуші адам алғаш рет айтып таныстырып отыратын болса, бұл жерде белгісіз артикль және N қолданылады. Мысалы, I'm a student. Мен студентпін. Яғни, бұл жерде мен көп студенттің бірімін. Әйтеуір қандай да бір студенттің бірімін деп тұрғандықтан, бұл жерге біз белгісіз артикль N қолданып отырмыз. Және student деп отырғанымыз бұл жекеше түрдегі зат есім. Егер мен студенттердің арасындағы ерекше студент болсам, онда бұл жерде басқаша айтылған болар еді. This is an apple. Бұл алма. Яғни алма бұл адам санап болмайтын алмалардың біреуі ғана. Ол алманың нақты қандай алма екендігі айтылмаған, ешқандай хабар жоқ. Енді бұл жерде байқап отырсаңыздар, N деген артикль, apple деген дауысты дыбыстардың алдына қойылады. Дауысты дыбыстарды біз екінші сабақта қандай екендігін атап өттік. Егер де ұмытып қалған болсаңыздар, екінші сабақта қарап алуларыңызға болады. N артикль тек қана жекеше түрдегі дауысты дыбыстардың алдына қойылады. Енді ескеретін бір жағдай, яғни осы белгісіз артикльдер тек қана жекеше түрдегі зат есімдерге қолданылады деп айттық. Ал көпше түрге келетін болсақ, артикльдер қолданылмайды. Мысалға, I'm a student. Мен студентпін. Енді біз студентпіз деп айтатын болсақ, we are students. Манағы артикль түсіп қалады. Себебі students деп біз бұны студентпіз деп көпше түрге айналдырып жатырмыз. Артикль және N көпше түрде қолданылмайды. Келесі белгілі артикль ол the. The артиклі заттардың барлық жекеше көпше түрлерінде қолданылады. The артиклі егерде бір қандай да бір зат нақты белгілі болған жағдайда біз артикльні қолданамыз. Мысалы, where is the bag? Сөмке қайда? Бұл жердегі сөмке деп отырғанымыз белгілі сөмке. Ол менің немесе сіздің сөмкеңіз екендігі анық. Яғни, қандай да бір зат анық, нақты болатын болса, артикль the қолданылады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, және N белгісіз артикльдермен жаттығу жұмысын жасап көрейік. Сіздерге берілген сөздер бар. Сол сөздерді осы екі артикльдің қайсына тиісті, соны жазып, немесе дауыстап айтып көріңіздер. Шамалдан кейін бірге тексеретін боламыз. Егер тапсырманы орындап болсаңыздар, осы жерден қарап, өздеріңізді тексеріп шығуларыңызға болады. Сіздерді тапсырманы орындай алды деп ойлаймын. Әдеттегідей бүгінгі өткен сөздердің арасындағы 3 сөзді дәптерге жазып, жаттап алайық. An apple, a pencil, a book. Қане тағы бір рет қайталайық. An apple, алма, a pencil, карандаш, a book, кітап. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Келесі сабағымыз тақырыбы 10 минутта ағылшын тілінде 50 сөз үйрену. Ендеше сол сабақта жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болған Teacher Dina. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye.